Рамазан айында ораза ұстау бұл транс ораза деп атауға болатын нәрсе. Бұл өзін ораза ретінде айқындайтын мереке. Осылайша, біздің мұсылман достарымызға ЛГБТ қауымдастығының барлық құқықтары мен артықшылықтары берілу керек. Яғни, қалғандарымыз үлкен тағам табақтарын аузымызға салу шынымен ораза екенін қабылдауымыз керек. Сүт. Көрдіңіз бе? Бір нәрсені мүлдем басқаша атау деген қаншалықты оңай. Ал, тағы да жылдың осы мезгілі келді. Көріп отырғаныңыздай, мен ораза ұстап жүрмін. Ислам стилінде. Көптеген адамдар ораза туралы ойлағанда, тамақ ішпеу туралы ойлайды. Олар тамақтанудан бас тарту туралы ойлайды. Бірақ исламда, яғни қарама-қарсы әлемде, ораза ұстау күніне бірнеше рет тамақтануды білдіреді. Менің ойымша, Мұхаммедтің ізбасарлары Рамазан айында өздерін біртүрлі ұстайды деп айтуға болады. Олар дәмді тағамның шексіз бөліктерінен аулақ болудан бас тартады. Исламдық оразаны біз әдетте мереке деп атаймыз. Салыстыру үшін ақштағы мұсылман емес адамдардың Рамазанға ең жақын тағамы алғыс айту күніне арналған кешкі ас. Бізде бұл жылдың ең үлкен тамағы. Бірақ Рамазан бір ай бойы жалғасады, және олар күніне 2 үлкен тамақ ішеді. Елестетіп көріңізші, олар бір ай бойы алғыс айту күніндегідей 2 кешкі ас ішеді. Өте жеркенішті, солай ма? Нағыз ашкөздік. Енді елестетіп көріңізші, сіз алғыс айту күніне бір ай бойы күн сайын 2 кешкі ас ішіп, оны ораза деп атайсыз. Сіз күніне бірнеше рет, қайта-қайта күн сайын есін жоғалғанша тамақты ұрып-соғып жатқаныңызды елестетіп көріңіз. Ал бүкіл әлемге менің қаншалықты діндар екенімді көрдіңіз бе? Мен ораза ұстаймын. Ораза сөзінің біртүрлі қолдануы, солай емес пе? Жарайды, енді не? О, гордита. Рамазан айында ораза ұстау бұл транс ораза деп атауға болатын нәрсе. Бұл өзін ораза ретінде айқындайтын мереке. Осылайша, біздің мұсылман достарымызға ЛГБТ қауымдастығының барлық құқықтары мен артықшылықтары берілу керек. Яғни, қалғандарымыз үлкен тағам табақтарын аузымызға салу шынымен ораза екенін қабылдауымыз керек. Сүт. Көрдіңіз бе? Бір нәрсені мүлдем басқаша атау деген қаншалықты оңай. Егер сіз бұл мерекеге жаңадан келген болсаңыз, кешіріңіз, Рамазан айындағы оразаға. Бұл сөздер мені жоққа шығармайды деп үміттенемін. Егер сіз Рамазан айында ораза ұстауды жаңадан бастасаңыз, міне, сізге қысқаша кіріспе. Рамазан өлгенше жеу уақыты. Ой, кешіріңіз. Ораза исламның 5 тірегінің бірі. Бұл ең маңызды діни рәсімдер. Рамазан ислам ай күнтізбесінің 9-шы айы. Қандай да бір себептермен ерекше болып табылмайтын мұсылмандар бір ай бойы таң атқаннан күн батқанша тамақ, сусын және жыныстық қатынастан бас тартуға міндетті. Бірақ күн батқаннан кейін мейрам уақыты келеді. Бұл іс жүзінде қалай жұмыс істейтіні өте айқын. Іс жүзінде көптеген мұсылмандар түнгі ұйқыны күндізгі ұйқыға ауыстырады. Олар күндіз ұйықтайды және түні бойы ұйықтамайды. 2 үлкен тағамға назар аударады, біреуі күн батқаннан кейін және біреуі күн шыққанға дейін болады. Осылайша іс жүзінде ораза ұстайтын мұсылмандар жиналып, түнде тамақтанады, содан кейін таңертең ерте тамақтанады, содан кейін күні бойы ұйықтайды. Олар ұзақ ұйықтағаннан кейін кешке оянып, тамаққа қайта оралады. Содан кейін олар түні бойы тамақтанады, ал таңертең олар тамаққа қайта оралып, күні бойы қайтадан ұйықтайды. Бұл цикл бір ай бойы қайталанады. Менің ойымша, бұл айлық тамақтану мен ұйықтау циклын ораза ұстау деуге мүлдем күлкілі. Оның басты себептерінің бірі, бұл менің әдеттегі кестемді исламдық ораза деп атауға болады. Рамазандағы бомбатон деп атайтын шамадан тыс тамақтану мен шексіз террористік актілерді алып тастағанда. Көпшілігіңіз білетіндей, менің 5 ұлым бар. Олардың екеуі өмір бойы тіршілікті қамтамасыз ету аппаратында болды. Оларда сирек кездесетін генетикалық бұлшық ет ауруы бар. Біз оларды жалғыз қалдыра алмаймыз.
Бірнеше жыл бұрын бізде түнгі медбике болған, бірақ қазір ол жоқ. Сондықтан мен олармен түні бойы ұйықтамаймын. Әр кеш сайын мен күндіз ұйықтаймын. Мен соңғы рет ұйықтар алдында таңғы сағат 5-те тамақтанамын. Сондықтан күн шыққанға дейін тамақтануды аяқтаймын. Мен таңғы 7 немесе 8 шамасында ұйықтаймын. Мен шамамен сағат 3-4-те оянамын. Күні бойы менің алғашқы тамағым кешкі 5-6-да болады. Рас, қазір күн батқанға дейін әлі алыс, бірақ мен үшін күн батқаннан кейін ғана таңғы ас ішу кестесін сәл өзгерту өте оңай болар еді. Яғни, егер мен күн батқаннан кейінгі алғашқы тамақты, ал соңғысын күн шыққанға дейін қабылдау арқылы күн тәртібімді сәл өзгертсем, онда мен ораза ұстайтынымды айта аламын ба? Исламға сәйкес мен жыл бойы ораза ұстаймын. Енді мен қандай діндар екенімді көрсетуім керек пе? Мен үнемі ораза ұстаймын ба? Сіз мұның қаншалықты ақымақ болып көрінетінін түсінесіз бе? Бұл туралы ойланыңыз. Дүние жүзіндегі көптеген адамдар өздерінің соңғы тамағын күні бойы кешкі сағат 6 немесе 7 шамасында жейді. Олар таңғы 6 немесе 7 шамасында таңғы ас ішеді. Біреу бұл адамдардың барлығы күніне 12 сағат тамақ ішпегендіктен ораза ұстайды деп айта ма? Әрине жоқ. Егер олар кенеттен түнгі жұмысқа орналасып, кестелерін өзгертсе ше, бұл жағдайда бұл ораза ма? Ислам бойынша. Иә, бұл ораза. Вау, қандай дәмді тауық сэндвичі. Бұл чик-филе ғой. Бұл мәсіхші тауық сэндвичі. Дүние жүзіндегі мәдениет сыншыларының атынан мен Рамазан айында дәмді мәсіхші тауық сэндвичін жеп, діни сезімдерін қорлағаны үшін ораза ұстағандардың қауымдастығынан шын жүрек кешірім сұрағым келеді. Кешір, Рамазан. Мен бұл вафлиді фри картобымен сынап көруді шештім. Мен оны ораза фри картобы деп атаймын. Егер маған өнімді орналастыру жарнама үшін ақы төленсе, мен Твиттерді Илоннан сатып алар едім. Мен өзімді жаман сезінемін. Мен асып кеттім. Мен бір ай бойы осылай қалай жүремін? Мен ішімді тазалауым керек. Бәрі жақсы. Мен қайтып келдім және екінші раундқа дайынмын. Ғалымдардың пікірінше, Рамазан араб тілінде тамақтанудың бұзылуы дегенді білдіреді. Вимто қазіргі Рамазан айының ресми сусыны болып табылады. Бұл таза қант қой. Менің ойымша, вимто қант диабеті үшін араб сөзі. Дәмі газдалған шие сиробына ұқсайды. Мүмкінсіз, Дэвид. Неге сені осы транс-ораза қатты қызықтырады? Егер өлгенше көп жейтін адамдар өздерін ашпыз деп айқындағысы келсе, оларды соншама соттайтындай сен кімсің? Бұл туралы айтудың екі негізгі себебі бар. Біріншіден, Рамазан мұсылмандарды физикалық жағынан бұзады. Екіншіден, Рамазан мұсылмандарды рухани жағынан бұзады. Алдымен физикалық жағын көрейік. Асқазанды әр жыл сайын, бір ай бойы, күніне бірнеше рет қорқынышты зиянды тағаммен толтыру, денсаулыққа зиянды деп айту үшін бізге пайғамбар қажет емес. Рамазан айында ауруханаларға бару күрт өсті. Олардың көпшілігі ас қорыту мәселелерімен байланысты. Рамазанға байланысты бақыланбайтын қант диабеті жағдайларының өсуі байқалады. Рамазанның арқасында мұсылман елдерінде семіздік жағдайлары көбейіп келеді. Парсы шығанағы елдері қазір әлемдегі ең қалың елдерінің бірі болып табылады. Бірақ олар шошқа етін жемесе, бұл халал, дұрыс па? Азық-түлік сатушылар азық-түлік сатылымының өсуіне ілесу үшін Рамазаннан кем дегенде бір ай бұрын қор жинауды бастау керек. Ораза айында азық-түлік шығындары 50-100%-ке артады. Және аймаққа байланысты азық-түлік шығындары одан да артуы мүмкін. Медициналық журналдар мұны әлі де түсініксіз деп санайды. Олар Рамазаннан кейін салмақ жоғалту емес, салмақ қосу сияқты нәрселер туралы айтады. Бұл қант диабетінің таралуының ең жоғары көрсеткіштерінің бірі болып табылады. Және де халықтың өмір салты мен диетасын өзгерту бойынша уақытылы және қажетті бағдарламаларды қажет етеді. Иә, таңқаларлық көрініс. Жыл сайын артық тамақтану айы денсаулыққа байланысты мәселелерге әкеледі. Осында мәселелер туралы хабарлаған көптеген зерттеулер бар. Ал егер сіз Рамазан айы мұсылман қауымына қандай зақым беретінін жайлы айтсаңыз, мұсылмандар, бірақ бәріміз мұны істей бермейміз деп жауап береді. Жарайды, олай болуы мүмкін, бірақ статистика бұл ислам кең таралған жерде үлкен мәселе екенін көрсетеді. Бірақ ол нашарлай түсуде.
транс оразаны ұстанатындардың бәрі күні бойы ұйықтай алмайтынын есте сақтаңыз. Кейбір адамдар түнгі кештерден кейін күні бойы жұмысқа бару керек, бірақ содан кейін олар жұмыс кезінде тіпті суды жұтып қоя алмайды. Бұл бірқатар шұғыл медициналық мәселелерге, жылу стрессіне, жол көлік оқиғаларына және тағы басқаларына әкеледі. Бірақ олар сыра ішпесе, бәрі халал, дұрыс па? Рамазан айында еңбек өнімділігі 35-50%-ке төмендейді. Сіз аз өнімді болып, қант диабетімен ауырсаңыз және асқазаныңызға салған барлық тамақты төлеу үшін қарызға батып бара жатқаныңызды елестетіп көріңіз. Бұл қандай дін өзі? Ислам семіздікке көбірек ұқсайды. Сонымен, Рамазан ораза ұстайтын мұсылмандардың денсаулығына көптеген мәселелерді туғызады. Бірақ бұл тек физикалық жағы. Рухани жағы да бар. Мұсылмандар Исаның соңынан ереміз деп мәлімдейді. Олар біз Исаның соңынан мәсіхшілерден гөрі көбірек ереміз дейді. Шындығында олар мұны айтқан кезде, олар Мұхаммедтің Иса туралы айтқанын ұстанатынын білдіреді. Олар барлық пайғамбарларды ұстанамыз деп айтады. Бірақ іс жүзінде олар бір жалған пайғамбардың барлық пайғамбарлар туралы айтқанын орындайды. Ақыр соңында олар әлі де бір жалған пайғамбардың соңынан ереді және басқа ешкімнің соңынан ермейді. Олар барлық уақытта діни екіжүзділікті әшкерелеудің шебері болған Иеміз Иса Мәсіхтің соңынан ермейді. Матай Инжілінің 6-шы тарауында Иса барлық адамдарға әсер етуге арналған діни тәжірибелерді айыптайды. Тек сыртқы түрі үшін жасалатын әділ әрекеттер. Ол қайырымдылық пен дұға туралы айтады. Содан кейін ол ораза туралы айтады. Матай жазған ізгі хабар 6-шы тарау 16-дан 18-ге дейінгі аяттар. Ораза ұстағанда 200-лердей беттеріңді тұнжырат жүрмеңдер. Олар ораза тұтқандарын мұңайған түрлерімен жұртқа әдейі білдіреді. Сендерге шындығын айтамын. Олар алмақ сыйларын осымен-ақ алып қойды. Ал сендер ораза ұстағанда да бастарыңды жуып, шаштарыңды ретке келтіріңдер. Осылайша ораза ұстағандарыңды жұрт емес, көзге көрінбейтін әкелерің ғана білетін болсын. Сонда құпия істердің бәрінде көретін әкелерің сендерге сыйын бермек. Назар аударыңыз, Иса басқаларға көрінгенді айыптайды. Егер сіз әділ беделге ие болу үшін ораза ұстасаңыз, сіздің беделіңіз Иса айтқаны бойынша алатын жалғыз сыйақыңыз. Бұл сыйақсыз сіздің жазбаңыз ештеңеге тұрмайды. Өзінің діни тәжірибенің 5 тірегінің бірі ретінде бір ай бойы бәріне көрсетіп ораза ұстауды талап ететін дінді елестетіп көріңіз. Бұл көрсетпей жасалатын ораза емес. Бұл құпия ораза да емес. Бұл әркім көретін, бәрі білетін және бәрі айтатын ораза. Егер сіз оны ұстанатын болсаңыз, сізді мақтайды. Егер олай етпесеңіз, сізді соттайды. Сіз бүкіл әлемге ораза ұстайтыныңызды жариялайсыз. Бұл қазірдің өзінде жаман болар еді. Бірақ егер бұл мүлдем ораза болмаса, Иса бұл бәріне көрінетін ораза туралы не ойлайтынын елестетіп көріңіз. Иса тіпті ораза ұстамайтын, бәріне көрініп жасалатын оразаны діни тәжірибесін қандай менсінбейтінін елестетіп көріңіз. Басқаша айтқанда, адамдарды ораза ұстағанда етіп көрсетуге және бір-бірін ораза ұстағаны үшін мақтауға шақыратын дінді елестетіп көріңіз. Бірақ олар шын мәнінде күніне бірнеше рет тамақтанады. Иса ораза ұстап жүріп, бірақ басқалардың ораза ұстайтынын білгісі келетін адамдарды сынға салды. Ол ораза ұстағанына қарамастан, оларды 200 деп атады. Бірақ адамдардың сіз ораза ұстамаймын деп ойлаған талау қаншалықты жаман. Бұл екі жақты 200-лік. Бірінші 200-лік ол сіз ораза шын мәнінде ұстамайсыз, ал екінші 200-лік сіз ораза ұстайтын адам ретінде өзіңізге бедел қалыптастырғыңыз келеді. Егер сіз Иса сіздің дініңізде тыйым салған барлық нәрселердің тізімін жасап, бәрін алып допқа айналдырсаңыз, қолыңызда ислам пайда болар еді. Ашық болып қалатын басты сұрақ: ислам неге осындай? Неліктен мұсылмандар ораза ұстамағаннан гөрі ораза ұстаған кезде көбірек жейді, көп жұмсайды және ысырап кетеді? Неліктен олар тым ашкөздікке ұшырап, киелілік маскасын киеді? Жауап менің бойымша исламның жүрегінде жатыр. Ислам адамдарға өз құмарлықтарын басқаруға үйретпейді. Ислам адамдарды, әсіресе ер адамдарды, өз құмарлықтарынан шектен шығуға шақырады. Бірақ бұл құмарлықтарды тек ислам ішінде қанағаттандыруға мүмкіндік береді. Осылайша адамдарды өз қалауларына итермелейді және сол құмарлықтарды дін қызметіне қолданады. Мысалы, егер мұсылман емес ер адам
Немі клубтарға барып, 100 түрлі әйелмен жыныстық қатынасқа түссе, ислам оны жезөкше деп айыптайды. Бірақ егер дәл сол адам исламды қабылдап, жихад қозғалысына қосылса, ол 4 әйелге үйленіп, әр шайқастан кейін үйіне секс күңгерді алып, 100 түрлі әйелмен жыныстық қатынасқа түссе де, Алланың алдында мүлдем әділ бола алады. Екі жағдайда да бірдей құмарлыққа назар аударыңыз. Көптеген әйелдермен жыныстық қатынасқа түсу. Бірақ біреуі қабылданбайды, ал екіншісі ислам пайдасы бар жоғына байланысты қабылданады. Сол сияқты, егер психопат кісі өлтірсе, ол исламға сәйкес тозаққа түсетіні сөзсіз. Егер ол әрине теракт ретінде бірнеше кісі өлтіруді ұйымдастырмаса, Алла үшін Рамазан мерекесінің бір бөлігі ретінде, бұл жағдайда оның қатыгез қырғыны оған жұмаққа бір жақты билет әкеледі. Онда ол мәңгілікке пәк қыздардан ләззат алады. Психопат бәрібір өлтіргісі келеді, бірақ ислам құмарлықты қанағаттандыра отырып, Алланы қуантуға негіз береді. Мұсылман дерек көздеріне сәйкес, Мекке тайпалары қатыгез, нәпсі құмар және ашкөз болған. Мұхаммед оларды исламды қабылдауға мәжбүр еткен кезде, олардың мінез құлқын өзгерткен жоқ. Ол олардың құмарлықтарын одан да экстремалды етті, және оларды қанағаттандырудың бір ғана әдісін ұсынды – исламдық жол. Егер сіз адамдардың ең төменгі, ең жануар бөлігін алып, олардың ең жақсы бөлігі екеніне және олардың Құдайға қызмет ететініне сендіре алсаңыз, өлтіру, зорлау және аузыңызға тамақты өлгенше салу арқылы сіз өз армияңызды оңай құра аласыз. Демек, исламның тез таралуы. Мұсылмандар Рамазан айын ораза деп атайтынына және өздерінің жоғары діни міндеттерінің бірі деп санайтын ашкөз мерекелердің бір айлық тізбегі екеніне таң қалуымыз керек пе? Жоқ, Мұхаммед сіздің пайғамбарыңыз болған кезде, сізде соқырларды емдеу немесе өлілерді тірілту үшін ешкім жоқ. Сізде бір ғана ғажап бар. Исламдағы жалғыз ғажап қандай? Міне осы. Ислам әдетте өзімшіл және зиянды деп саналатын мінез құлықты қабылдап, оны ғажап түрде Құдайдың еркіне айналдырады.